Қағали Мақатаев, Аққулар ұйықтағанда. Сахналық көрініс. Өзенде жоқ симаған арнасына, жылғада жоқ даламен жалғасуға, таста туған жамырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл толғасына, мүлдір үйді қарайды қарғашынға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә. Қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен, қаншама адам, қанша шырша өсті екен, құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған, жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша кейін қалды екен сай салада. Қанатынан үзіліп ән самала, қанша ақыл кетті екен аңсағын. Ортай маған жетім көл толмағанда, оған өмір ұқсайды болмағанда. Сызатта жоқ бетінде, сатта жоқ, айдынына аққуы қонбаған ба. Қызғыштары қиқулап қорғағанда, сорлағанға ұқсайды сорлағанға. Жүре келер айдынын қорлағанда, көк құтандар қанатын қомдағанда. Бүйдіне аққулар оралғанда, айдың көлдің иесі жоғалғанда. Жетісіп бір жетім көл қауышедау, түншедау, теңселген қар орманда. Таянғанда аққулар қонарманға, басушедау байызын барарманда. Қанатынан аққудың балапандап, ән шатын сымпылдап таң атарда, сүйен шүбер дегендей бір толықсып, сыбырлайтын жетім көл алатауға. Тына қалып бұлбұлдар жағаталда, қарайтын айдынға ағып. Таң мен күннің арасы таянғанда, таудың басы алаумен боялғанда. Тірілетін таудағы бар тіршілік, қанатынан аққудың оянған ба. Көмейінде тәтті үні былай қалып, жағаталда жас бұлбұл тұр ойналып. Жетті аққулар түгендеп жетім көлін, жағалауда ұшып жүр шайналып, бірден көлге қонбайды құлай бар. Сондай тұғын аққулар сондай тұғын, асығыстық оларда болмай тұғын. Қомағай көк құтандар секілденіп, жалп беріп жағаға кеп қонбай тұғын. Сондай тұғын аққулар сондай тұғын, ақ мүсін айдынға кеп орнай тұғын. Әлдилеп ақтесенде бермей тұғын, ақ айдын ақ мүсінін тербей тұғын. Бұл көлге мылтық алған саятшы емес, тіржан аяқ басып келмей тұғын. Аққулар аман есен қайтқанша суына жетім көлді шөлдей тұғын, суымен сырқаттар елдей тұғын. Ұрпақтан ұрпақ алып, жалықпастан, сондай бір дәстүр барды қалыптасқан. Заманнан заман өткен жаңарған жұрт, аққудың айдын көлден алыппастан. Дәстүрін аттамаған анық басқан, сондай бір дәстүр барды жарық ашқан. Бір ұрпаққа алып қашқан. Қайсы бір қиын қыстан ай күндерде, жойылып түссе тағы қайғым берде. Алаңсыз аққуымда арпас деп жатқанда тастарқан жайды төрге. Аққулар ұйықтағанда айдын көлде, оралмады аққулар осы маңға. Жылдар өтті байқұстар шошыған ба, жетім көл жетімсіреп қала берді, арман-ай аққуымен қосылар ма. Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған, түн күзетіп ана отыр қош жанары, шарасызы шаршаған жаудыраған. Тауын анау шымылдық салбыраған, түнін мынау тамыздан маужыраған. Биіктен жаратылған жер бетінен, сол байырғы жетім көл келбетінен, айдынында аққулар ұйықтап жатыр, сайдан соққан самалмен тербетілген. Бала жатыр төсекте күйіп жанап, баласының ана отыр күйін бағып, қайдағы бір қатыге сұрқай ойлар, миым қарып барады, миым қарып. Баланы аққуменен алыстанда. Мана күн төр шал не деп кетті, әлі өтірік әлде шын демеп кетті. Аққуменен баланы аластаңда, дейді тағы жайымен жөнеп кетті. Тұрсаншы, таяу қалды таң атуға, неткен жансың санасы жаратылған. Манағы тауып шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатыңнан? Айналайын аққудың қанатынан, қайтейін, ол да адамға бола туған. Жетім көлге барып қайт, таң жағылып, таң атқанша қалайда тауға іліп. Біреулердің көзіне түсіп қалып, дүрлік тұрып жұртыңа салма бұл. Кім білсін, мүмкін бәрі жалған өтті. Апырай,
Қалай барам? Атармын, аққу құсты қалай ғана, айдынның аққулары ұйықтағанда, өлген мал, өскен шырша байлаған, барлығы қасиетке қарайлаған, оқ атар қасиетке қалай ғана. Бармаймын, барамын, қалай барам? Жалғызудан артық па? Жалған бәрі. Балам өлсе бақтың келегін. Топан су, басып кетсін қалғандар. Персем сұрап несіне армандар. Құрысын, осы сенің жаған бағын. Мылтықтар кел, ат деп те жалған бәрі. Аққулар, аққу мойын түсінбей ғаны, алаңсыз таралуда кімге қарап, айдынның еркелері білмейді бұл, етерінің тағдырында кімге қарап. Шошымай шолжан өскен батырларын, ана тұрған шыршаға жақындады, көзі тұрған бейбағын топ аққуға білмей қалды мылтық. Ұйы көлманы астан кестен, жер айналып тауылып асқан көштен, жаңғырып жар салып жартастан, жетім көрген бастан кестен. Тау жаңғыртып тамаша құстаны, көлбендеп жаралап бұл, шалмайды ұшқып күш қылады. Жетім көрдің басында жылты жатқан, дөңге шығып қарт тұрған жылқы баққан. Апырай, бұл кім болды тыныс сіріде? Көргенсіз көл басында мылтық атқан, құстардың зәре-құтын шырқыратқан, неғылған қаныпезер құлқы қатқан. Мылтықты атарлықтай көлге келіп, жоқ еді ғой елде желіп. Болманның адам емес сірадағы, білейін, табайында бір амалын. Қаруым бар, қазаққа құрық менен, ұмтылса қалай қайрат қыла аламын. Жөн болар алыс тұрып сұраған. Берекесін бұл жерден кім қашынған? Кімсің? Тірісің бе? Жаның бар ма? Аққуды негатасын арың бар ма? Тастағын қаруымды келгін бері кеуденде жаның барды. Мана күндіз, тауып шал келіп кетті. Әлде өтірік, әлде шын демеп кетті. Аққу менен баланы аластаңдар, деді дақжаймен жөнеп кетті. Ей балам, болмады ғой. Қасиет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанның бәрі өтірік. Атқа мін, ауылға қайт олжаны қой. Мін атқа, қайт ауылға тағат қылды. Білмеймін бағаттым ба, сораттым ба. Аққуға кезенерде арым жасап, тым құрыса саусағымды қанаттым ба. Әлек болып арпалысып сорғайды мен. Жоқ ата, жасамадым мұндайды мен. Жасыннан естігенім бартын еді. Әйтеуір, аққуды атқан оңбайды деп. Солай, аманат бір құдайды, қай-қайдағы түседі, қар-қыры. Өнбе түспе әйтеуір таласуда, өлі менен тірінің арасында. Жоқ! Кешіре гөр, жаратқаным ай, кешіре гөр! Орнында екен жетім көл жауапапты, ортаймапты немесе толалмапты. Жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті аққулар оралмын. Бүгінгі көріністің рөлдерін сомдағандар 7-ші сынып оқушылары. Ана рөлінде Сұлтанова Толғанай, әке рөлінде Қазтаев Аян, Тауыпшал Амандық Дарын, аңшы Батыр жігіт Қайратбек Нұрислам, қалғандары Оразғазы Тоғжан, Қабыкенова Нұрдана, Қажықұмар Перизат және Көпжасар Еділ, автор сөзін оқыған Ықтисат Айқын. Рахмет.